Сиыр шаруашылығы, мүйізді ірі қара шаруашылығы. Мал шаруашылығының басты салаларының бірі. Аса қажетті азық-түлік, сүт, май, ет, тағы басқа сойыс өнімдері. Бағалы жеңіл өнеркәсіп шикізаттарын, тері, қылшық, мүйіз, тағы басқаларын береді. Сиыр өсіру осыдан 7-8 мың жылдай бұрын жабайы сиырларды қолға үйретуден басталды. Қазақстанда ерте замандардан бері күтімді аса қажет етпейтін жайылым малдары көптеп өсіріліп келді. Мүйізді ірі қара шаруашылығы, әсіресе сүтті бағыттағы 19 ғасырдың басынан еліміздің қара топырақты, құнарлы аудандарына орыс шаруаларының жаппай қоныстануына, қалыптасқан саяси әлеуметтік өзгерістерге сай, жергілікті халықтың көшпелі тіршіліктен тұрғылықты өмір сүруге ауысуы нәтижесінде қарқынды дами бастады. Республикада сүтті бағыттағы сиырлардың 7 тұқымы, олардың жоғары өнімді тұқымдары 16 тұқымал зауыты мен 80 тұқымал шаруашылығында, етті бағыттағы сиырлардың 5 тұқымы, жоғары өнімді бөлігі 11 тұқымал зауыты мен 30 тұқымал шаруашылығында өсіріледі. Қызылорда, Маңғыстау облыстарының өзге облыстардың тұқымал шаруашылықтарында өсірілетін сүтті сиырлар барлық асыл тұқымды сиырлардың 68%-ын, ал Атырау, Жамбыл, Қарағанды, Маңғыстау, Оңтүстік Қазақстан облыстарынан басқа аймақтарда өсірілетін асыл ірі қараның үлес салмағы: қара ала сиыр тұқымы 30%, Симменталь 24%, қырдың қызыл сиыры 20%, Алатау 17%, Әулие-Ата 5%, Аршер 1%-ды құраса, Латыштың қызыл қоңыр сиыры 0,7%-ді құрайды. Етті бағыттағы сиырлар негізінен отандық сиыр тұқымдары қазақтың ақба сиырлары мен әулиекөл сиырларынан тұрады. Қазақ елі ірі қара мал шаруашылығын әлем бойынша 142-ші орынды иеленген. Қазақстандағы асыл тұқымды ақбастылардың топ 10 сатушысына тоқталар болсақ, бірінші орында Семей қаласындағы Приречный агрофирмасы, екінші орында Ақмола облысындағы орналасқан Колутон 04 ауыл шаруашылығы өндірушісі, үшінші орында Батыс Қазақстан өңіріндегі Мақсат фирмасы. Экспорттаушы өңірлер арасында көшбасшы Түркістан облысы болды. 84.913 бас ірі қара мал. Екінші орында Жамбыл облысы, 18.658 бас ірі қара мал. Үшінші кезеңде Ақтөбе, 3.387 бас. Қазақстанның жері мал шаруашылығына жақсы болғандықтан, жергілікті агрофирмаларды шет елден қолдаушылар саны аз емес. Солардың бірі Рифа Холдинг Групп атты Қытай компаниясы. Ал 7-ші қаңтарда Қазақстандық Ақтеп компаниясы мен Иналка Евразия арасында етті мал шаруашылығы саласында бірлескендігінен интеграцияланған компания құру туралы инвестициялық келісім туралы меморандумға қол қойылды. Осы келісім шеңберінде жалпы қуаттылығы 44 мың мал бордақылау алаңдары желісін ұйымдастыру көзделіп отыр.